Менин темам биздин айылдагы үй бүлө. Чоң атам уктаганды жакшы көрөт. Чоң энем эртең менен туруп, көнүгүүлөрүн жасап, чоң атамды кошо кыйнайт. Айли байкем күндө Кудай менен сүйлөшөт. Айжамал жеңендин ырдаганы мага аябай жагат. Менин атам боксер. Айылдан эч кимден коркпойт. Апамдан башкасынан. Мелис байкем жаңы эле үйлөнгөн. Бул менин бактылуу үй бүлөм. Үміт қоштоп сезімді, жүрек дарты сезілді, жолыққанда алтыным саған. Есіз қылбай жүректі, орындатып тілекті, бақтылулық арнадың маған. Бақытымсың садаған, ақ сүйімді арнағам, қайда жүрсем ойымда жалғыз сен. Балапаным ардайым, саға барын арнайым, дем күч берген асылым, жалғыз сен. Женешки, а почему мы все вместе живем? Ты балдарды байқап отасың, келіндер менен кыжыңдашкан эле кыжыңдашкан. Бир энедей болуп айтсаң болот. Сен бар жашоон жайдары, ару сезим арбады, тартуу кылдың бакытты мага. Сезип жашоо жыргалым, көпкө карап турбадым, өмүрүмдү арнадым сага. Бақытымсың садағам, ақ сүйімді арнағам, қайда жүрсем ойымда жалғыз сен. Biz кетіп атабыз. Сұраныч, бұл не қылғанға? Біз қиналауыз. Пожалуйста, кетпеңілетші. Деп айтат дедіңер да? Опши, жоғылғыла. Аңдап, кеттік. Bir özüngsüz ömürümdü elestetmeymin, Kusadar kılıp sen halısqa gitme. Жалғыздықта bilsen canım seni yengseymin, Dayım sağınıp zarığı жалını kütüp veremin. Не болот азыңар? Чоң эмес сагын. Небереңіз дағы залан отат. Атаң алкашты еткен достор. Болды да тоқтатқылады. Ертеңнен баштап тазаланып, келіншеңерді алып келді үйге. Балапаным ардайым, саға барын арнайым, дем күч берген асылым, жалғыз сен. Үйдегі мырзаларды сыйлайлы. Анан үй бүлөбүз менен ынтымакта бололу. Макулбу? Ура! Карагылачы, биз баарыбыз бактылуубуз.